Бәріне сәлем. Дәкен, ой, Дәуіт Сұрағанның влог лайф каналына қош келдіңіздер. Сіздерге мен осыған дейін спорт туралы видео түсіріп келе жаттық. Рамазанмен бірге бастаған едік. Рамазан сәлем десең, көріп сол соңғы осы жазда 2 видео түсірген болатын. Сол енді қазір сіздерге, спорт туралы емес, бұл видеода мен 3 айда неме айналыстым, сонымен көрсетсем. Жалпы сіздерге қысқаша айтып өтейін, мен неме айналысып жатырмын. 2 жыл болды. Мен оның алдында 4 жыл оқыдым Евразия ұлттық университетінде математика пәні бойынша мұғалім. Сосын 2 жыл диплом алғаннан кейін 2 жыл жұмыс жасадым. Сол мамандығы бойынша биыл 3 жыл болады. Соның арасында мен спортты шынын айтайын тастап кеттім айта алмаймын. Травма болғандықтан өкінішке орай скалкалка сол жақпен айналыстым. Тағы да бір қызық нәрселер спорт бойынша өзім үшін аштым, жаңалықтар. Енді ол денсаулық спорт жағы қалып кетті. Оның орнына мен жұмыс салдым. Одан кейін екінші бір бұрын дизайн, ол жайрайды, ол дизайн түсінікті, программирование деген, IT деген саланың қалай иісін көріп, сезіп сезіндім. Осы 3 жылда ChatGPT деген шыққаннан бері айналысып келемін, көріп, зерттеп келемін. Енді жалпы самоучка болғандықтан көп нәрсені курс ешқандай нәрсесіз интернеттен ақтарып, проектті өзің айналысып, проекттер алып, солай жұмыс жасап келемін. Енді программирование бойынша ең үлкен алған жұмыс жасаған 3-4 ай ол бізде Роза Коуч деген танитындарыңыз болса, соның телеграм ботын жасағам. Оның алдында менде 2019-2020-да арман болған, сондай бір инфобизнеске телеграм бот жасайын деген. Соны орындап тастадым. Сол енді қазір не істеймін, мен сіздерге немен айналысып жатқанымды айтайын. Соңғы 3 айда қазір ол үшін мен не істеймін, мына камерамды өшірем, екінші камерамды қосам. Көрініп тұр ма? Бізде Орда студио деген өзіміздің сайтымыз бар, міне сол бойынша жұмыстар жасадым. Енді мен жалпы Ордаға осындай көріп тұрсыздар ма? Мен мына жердегі қазір мына жерде көріп тұрсыздар ма? Постер, соларды қазақшаға аударма жұмысын жасағанмын. Енді телеграм боттарын жасағам. Одан бөлек сол соңғы 3 айда айтып отырмын. 3 айда мен мына жерде сайттың негізгі бөлігі бар. Бізде видео плеер деген көріп тұрсыздар ма? Міне осының видео плеерін жасадым. Енді бұл видео плеердің қандай қызық жерлері бар, соны көрсетіп өтейін. Қазір бізде қосылған кезде міне ең бірінші мән беретін жағдай, мұнда әрбір сериалдың, фильмнің бізде осындай несі бар, логосы бар. Осылай плеерде шығып тұрады. Сосын егер сериал болса, ол қай маусым, қай бөлімді қарап отқаныңызды көрсетеді. Сол бар. Егер сериал болса, тағы да төменде плеерде, мұнда сіздерде қай бөлімді қарап отырсыз көкпен белгіленеді. Сосын қай бөлімге ауыстырғыңыз келеді, үстінен бүйтіп бассаңыз, сізде ауысып кетеді міне 6-шы бөлімге. Міне көрдіңіздер ма? Сосын бізде плеерді былайынан кіре аласыздар. Сосын былай қарай шығып, мысалы басқа жақта жұмысыңыз істей бересіз, а мына жақта сериалыңыз жүре береді. Керемет емес пе? Орда студио ұсынады. Бұл жерде мен Телеграм арнаға шынымен де бұл плеерді 3 ай бойы жасадық қой, жасадым ғой мен. Сол жерде мұнда одан кейін сапасын ауыстыруға болады. Жылдамдық барлығы қазақ тілінде. Сол айтайын деймін. Енді кеттік. Келесі екінші фильмдерді қарай салайық. Мұнда фильмдерді біздің жалпы сайт тек қана біздің емес, басқа да топтардың дыбыстағанын көрсетеді. Міне ол жерде де біз мысалы көріп тұрсыздар ма? Мынандай. Осыны да логотиптерін неге айландырдым мен. Жасап шықтым мұнда. Оның негізі дизайнерлер бөлек қой. Енді бұл плеер туралы тағы да айтатын болсақ, бізде жалпы кинопоисктің плеерін білесіздер ма? Кинопоисктің қазір онлайн театрын көрсетейін, менде подписка бітіп қалмаса. Все, кеттік. Қазір сіздерге бір сериалды көрсетейін. Міне. Мен жалпы өзім соңғы уақытта кинопоиск міне көрдіңіздер ма? Бізде сериал, сырт үстінде логотип,
одан кейін мына жерде сериалдың қай бөлімдерін көріп отырсыздар соны көрсетеді. Сосын мына жерде төменде сезон и серия деген, міне көрдіңіздер ма, қай бөлімдер барлығы көрсетіп тұрады. Сосын мына жерде қараңыздар, қай бөлім сол қанша, соны да көрсетеді. Мен қазір көрсетейін. Былайша айтқанда кинопоисктің несі, міне бізде 2 маусым, міне қазір бөлімдерді ауыстырамыз. Міне 2-ші маусымдарға кіресіздер де, міне 2-ші маусым, солайынан ауыстырып аласыздар артқа. Болды, дайын. Міне кинопоискті өзім қарап отырдым да, басыма келеді, мынандай нәрсені істегім келеді деп. Вот кинопоисктің маған осы флеш фишка ұсынады, соны барып өзімнің проектіме қолдандым. Енді Сержан естісе ренжімесін, өзімнің проектім деп айтып қойғанмын. Жалпы айтамын да, өзім жасап жатқан жұмысымды айтып жатырмын. Орда студия бұл Сержанның проекті сол. Осы менімен айналыстым. Айтпақшы, менде Орда студия деген студия бар. Студиям деп айтуға ұяламын, бірақ та айтуға тура келеді. Өйткені Орда студия деген 2 жыл бұрын ашқан кезде мен бас жағында болып, телеграм боттарын, сайттарын, одан кейін дизайндарды көріп тұрсыз ба, барлығын жасағанмын. Сол айтайын деген. Сол осы бойынша 3 ай бойы жұмыс жасадым. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Сау болыңыздар. Спорт туралы тағы да видеолар келесі жазда шығарып қаламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.